Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін окрашка тамағын істейміз. Бұл окрашка тамағына қосатын қоспамыз картошка және піскен жұмыртқа, шұжық, қияр және де көкшөп және 1 литрдай су керек және майонез. Майонез болмаса орнына айран қоссаңыздар болады. Біз ең алдымен шұжығымызды осылай 4 бүріштеп, кішкене 4 бүріш қылып турап аламыз. Барлық қоспаларымызды 4 бүріштап осылай қосамыз. Достар, бұл окрашка тамағын күн ыстығында тез желініп кетеді және де жүгері көже, суық көже деп аталаймыз ғой, сол көжелер сияқты болып келеді. Ыстық кезде ішсеңіздер өте керемет тағам және де тойымды тағам болып есептелінеді. Және де енді қиярымызды да осылай 4 бүріштап тураймыз. Достар, сіздер қоспасын көп қылам десеңіздер, қоспасын көбейтуге де болады. Енді жұмыртқамызды да осылай 4 бүріштап майдалап турап қосамыз. Мен бұл окрашкаға майонез қосып жасаймын. Енді майонез қосып жасауға да болады. Бұлайша айранмен қосып жасасаңыздар да болады. Енді әркімнің өз қалауы. Мен майонез қосып жасағанды ұнатамын. Енді картонымызды да осылай 4 бүріштап турап аламыз. Осылай барлық қоспаны 4 бүріштап турап қосамыз, достар. Енді көкшөбімізді де осылай майда қылып, бұдан да майда қылып турасаңыздар болады. Өте керемет, мұздай жаңағы сусын қылып ішсеңіздер өте керемет тойымды сусындардың бірі болып келеді. Және де көк пиязымызды осылай майдалап тураймыз. Енді укропымызды да осылай майда қылып турап қосамыз. Достар, енді дайын, енді кішкене араластырып жібереміз және де салатқа ұқсас болып келеді. Су қоспасақ салат ретінде де бола береді жасауға. Енді бір қасықтай, кішкене қасықпен тұз саламыз, солай араластырып, сосын үстінен үлкен 1 литрдегідей мұздай суды құйып аламыз. Осылай мұздай суды құямыз, сосын тағы араластыра отырып, оның үстіне майонез саламыз. Майонез саламыз, бір 2 қасық, 3 қасықтай салып жібереміз. Енді араластырамыз. Осымен окрашкамыз дайын, өте керемет дәмді болып шыққан. Енді айта алмаймын дәміне. Енді бұны холодильникке мұздай қылып ішіп жесеңіздер болады. Өте керемет болады. Шамалы сосын кішкене алма сірке суынан құйып жесеңіздер өте керемет сусын болып есептеледі. Енді сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет тағам болып шықты.